Ассалаумағалейкум жігіттер, қыздар. Энергияға толы болып жүргілерің келе ме? Қазір мен сендерге 3 әрекетті көрсететін боламын. Егер де оларды күнделікті тұрғыда әрдайым орындайтын болсаңдар, энергияларын асып, тасып жүреді. Дайынсыңдар ма? Ендеше бастайық. Әдет нөмір 1. Ұйқыдан тез арада тұра салып, төсекті жинап тастап, жылы су ішу. Менікін енді төсек деп атауға келмейді, бірақ сонда да. Үлкен істер кішігірім қадамдардан басталады, родной. Сондықтан да төсек жинау кішкентай іс-әрекет болғанмен де, ол қаншама миға дофамин береді десеңші. Ондай дофаминді сен егерде бір рет алсан, тағы да алғың кеп тұрады. Сол себепті бүгінгі күндегі басқа да іс-әрекеттерді қырып жоюға дайын тұрасың. Бұл іс сенің күнінде алғашқы секундтан-ақ продуктивны өткізуге дейтін тепкі болады. Бірақ егерде сен ұйқыдан тұра сап телефон көретін болсан, бұл ісін жәнегіге нағыз қарама-қайшы іс-әрекет болады. Ал егерде су ішуді қарастырсақ, онда саған мейлінше жып-жылы, өзінің дене температурамен сай келетіндей су ішкенін жөн. Сол кезде ол ағзамен өте тез сіңіріледі де, түні бойы жиналған токсиндерді шығарып тастайды де, әрі өтінді тазалайды. Бұл өте пайдалы, сондықтан да тез-тез таңертең тұрды, суыңды ішіп алды, физзарядкаңды 20-30 минут жасап, таңғасына кірісе бер. Энергия беретін нөмір 2 әдетіміз ол тренировка жасау. Мен саған қазір мына қысты күні қақаған аязда далаға шығып мұздай турникке тартыл деп жатқан жоқпын. Бар болғаны құрғана өзінің үйінде ғана отжимание жасап, немесе баклажкаларың болса, соны көтерсен де иықтарыңды керемет шығарып алуға болады деп ойлаймын. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to... Тренировкалардың пайдасы мынада. Бірінші, саған өте көп эндорфин гормондары келеді. Ал неғұрлым сенде эндорфиндер көп болса, соғұрлым көңіл-күйің керемет болып жүреді. Нөмір 2-шісі, ұлдарда тестостерон мөлшері көбейеді. Бля, еркек болып баратырмын. 3-ші, әрине де энергия береді. Оны қалай береді? Сен тренировкада өте көп энергия құртасың. Ал таңертең ұйқыдан тұрған кезде организм саған тура соншама энергияның бәрін толтырып береді, даже кішкене көбірек береді. Ал қазір сенде энергия мөлшері өте аз. Себебі организм ойлайды: мына жалқау мешокка по-любому көп энергия керек емес, ол бәрібір қозғалмайды ғой, деп ойлайды. Ал когда сен жақсылап жұмыс істей бастасаң, ол ойлайды: мынау деген тура айырып жатыр ғой, мынаған энергияны беріңдер, құрсын өліп қалып жүрер деген сияқты саған энергияны аямай бере бастайды. Ал енді қараңдар, қызықтың бәрі мына жерде. Сен тренировкада энергияны құртасың, организм саған толтырады. Құртасың, толтырады, құртасың, толтырады, құртасың, толтырады, құртпайсың, толтырады. Яғни сен тренировка жасамаған өзінде де организм саған қайтадан энергия береді. Себебі ол уже әдет қой. Осындай күндері сенде энергия 2 есе көп болып жүреді. Бұл деген тамаша емес пе, родной? Так что ертеңнен бастап тренировкаларда өзінің күнделікті әдетіне кіргізетіндей бол. Энергия беретін нөмір 3-ші іс-әрекетіміз ол салқын душ. Қазір өте рахат болып тұрды, потому что су өте жылы ғой. Енді аласыңдар да ақындап суды суық суға ауыстырып кеп қаласыңдар. Өтірік па шын ба білмеймін, бірақ салқын душ сені тренировкадан кейін қалпына келтіруге көмектеседі.
Б. Ол сенің шашыңды қатты әрі қайратты қылады. Және де В. Мына біреу қарыннан құтылуға көмектеседі, арықтауға. Және де Г. Ең соңғы, ол бізге энергия береді. Бодрячок қылады ғой сені, бодрячок. Достар, мен білем, сұп-сұқ суға түсу өте мүмкін емес, сондықтан да хотя бы кішкене салқын судан бастағандарын дұрыс, содан бастап үйренсеңдер бәрі жақсы болады. Энергияларын толып, асып-тасып, күшті болып жүресіңдер. Егер де видео сендерге ұнаса, онда лайк қойып, каналға подписка жасап, өздеріне деген сенімдеріңді жоғалтпаңдар. Давайте.